Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өрік маусымында жасалатын өрікті пирогтың рецебімен бөлісемін. Өте нәзік әрі биік болып көтеріліп, іші толығымен пісетін дәмді пирогты сіз де жасап көріңіз. Бұл пирогқа қажетті заттардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып салып, осы жұмыртқаның үстіне 1 стакан қант салып, қант ерігенше араластырамыз. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген қарапайым заттармен жасалған рецептер бар. Алдағы уақытта рецепті өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Қант ерігеннен кейін осы массаның үстіне сұйық май және де айран қосамыз. Алдын ала елеуіштен өткен ұнға 1 шай қасық разрыхлитель салып, оны араластырып, осы массамызға шетінен аз-аздан сала отырып, венчикпен араластырамыз. Дәл осындай қою бір келгі масса болғанша араластырамыз. Қамыр осындай қоюлықта қаймақтан қоюлығындай болып шығады. Диаметрі 22 сантиметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне осы массаны құямыз. Дайын болған массаның үстіне алдын ала сүйектерінен ажыратып алған өріктерді қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогты ағаш таяқшаның көмегімен піскен-піспегенін көріп аламыз. Бетіне әдемілігі үшін қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Пирогты міндетті түрде суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Достар, алдағы уақытта шығатын осындай тамаша рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.